Төтенше жағдай кезінде мүгедектік және еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін белгілеу электронды түрде тағайындалады. Сондай-ақ қажетті әлеуметтік қорғау шаралары да енді интернет арқылы жүзеге асырылады. Бұл мүгедектікті тағайындау құжатына енгізілген өзгерістер туралы әріптесім Зейін Ерғали айтып береді. Электрондық құжатты алу үшін бар болғаны ЕГОВ электрондық үкімет веб-порталына кіріп тіркелесіз. Өтінімді толтырып, оған ЭЦК, яғни электрондық цифрлық қолтаңбаңызды қоясыз. Жеке кабинетіңіз арқылы керек құжаттарды тіркеп, өтініш қалдырасыз. Егер ЭЦК, яғни электронды цифрлық қолтаңбаңыз болмаған жағдайда, нұсқаулық арқылы ашсаңыз болады. Әлеуметтік желілерге электрондық қолтаңба алу схемасын алу жолдарын департамент сайттарына әлеуметтік желілерге хабарлаған болатынбыз. Қазіргі уақытта енді кішкене желіге жүгінушілердің қатары көп болғандықтан кішкене уақыт алыңқырап тұрған болар. Бірақ сабырлықпен қайттан қолтаңбаға запрос жіберген жағдайда қолтаңба алу мүмкіншіліктері бар. Ал бұған дейін құжат рәсімдеген ауыл аймақ тұрғындарына карантин кезінде бұрынғы тапсырылған құжаттары бойынша берілмек. Төтенше жағдай біткеннен кейін медициналық әлеуметтік сараптама комиссиясына келіп қайтадан өтеді. Сонымен бірге мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы және немесе еңбек ету қабілетінің айырылу жағдайына әлеуметтік төлем алушылар болып табылатын адамдарға қазіргі жағдайда төлемдер бұдан бұрын белгіленген мүгедектік тобына және жалпы еңбек ету қабілетінің айырылу дәрежесіне сәйкес төтенше жағдай режимінде аяқталған айды қосалға дейін төленеді. Облыста өткен жылы 10.298 азаматқа мемлекеттік қызмет көрсетілді. Ал биыл 1-тоқсанда 531-не алғашқы рет мүгедектігі туралы құжат рәсімделді. Қосымша 1493-і қайта мүгедек деп танылды. Зейін Ерғали, Тілек Қабылғұмаров, Атырау телеарнасы.